Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздер алдағы сабақтан периметр мен аудан тауып үйрендік. Тіктөртбұрышында шашынды. Енді сіздерге міне шашының ауданын табу керек. Шашының ауданының ұзындығы 5 см. Ені де қанша сантиметр болады? Ұзындығы мен ені тең болады шаршы болғасын. Оның формуласы қалай еді? S тең А көбейту А. Яғни 5-тің квадраты десек те болады. Бүгінгі сабақта біздер квадрат деген жаңа тақырыппен өтетін боламыз. 5-ті 5-ке көбейтсек 25 сантиметр квадрат болады. Енді мына жерде тіктөртбұрыштың периметр 6 сантиметр, ұзындығы 4 сантиметр болса, оның ауданы қанша сантиметрге тең болады? 24 сантиметрге тең болады. 6 көбейту 4, яғни ұзындығы мен енін көбейтеміз. S тең А көбейту В формуласы. Енді оқушылар, санның квадраты дегеніміз не? Яғни санның квадраты дегеніміз 2-ні 2-ге өз-өзіне, сол санды өз-өзіне көбейту. 2-нің квадраты 4-ке тең болады. 2 көбейту 2 деген сөз. 3-тің квадраты 9-ға тең болады. 3-ті 3-ке көбейтеміз деген сөз. 4-тің квадраты 16-ға тең болады, себебі 4-ті 4-ке көбейтеміз. Яғни санды өз-өзіне 2 рет көбейту деген сөз. Квадрат деген сөз 2 рет көбейтесін деген сөз. 5-тің квадраты 25 болады. Енді есімізге сақтап жүрейік. 1-2 көбейткіштің көбейтіндісін көбейткіштің квадратына ауыстыруға болады екен. 4 көбейту 4 деме 4-тің квадраты, немесе 4 көбейту 4 тең 16. 4-тің квадраты 16-ға тең. Енді көбейтіндіні көбейткіштің квадраттарына сәйкестендірейік. 6-ның квадраты 36-ға тең, 3-тің квадраты 9-ға тең. 6-ның квадраты 36-ға тең, 9-дың квадраты 81-ге тең. 7-нің квадраты 49-ға тең, 5-тің квадраты 25. 2-нің квадраты 4-ке тең. Жақсы оқушылар. Енді мына 4-ші А есепті 19-ші беттегі орындай қойайық. 4-тің квадраты нешеге тең? 16-ға, 8-тің квадраты 64-ге. Екеуін қосып, 10-нан азайтамыз. 10-ның квадраты 100-ге тең болады, 9-дың квадраты 81-ге. Оны 220-ға қоссақ, міне осылай есепті орындап, оке түскі сала қойыңыздар.